Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгін сіздерге кешегі сабағымыздың жалғасы ретінде сарматтардың шаруашылығы, мәдениеті, археологиялық ескерткіштері туралы баяндайтын боламыз. Сармат тайпаларының мәдениеті өте жоғарғы дәрежеде дамыды және олардан табылған археологиялық ескерткіште мол болып табылады. Алдымен сарматтардың шаруашылығын баяндап өтейік. Сарматтардың шаруашылығы көбінесе мал шаруашылығы, егіншілік және аңшылық болды. Көшпелі мал шаруашылығымен оңтүстік шығыс және солтүстік бөліктегі сарматтар айналысты. Олардың қыстаулары оңтүстік Үстірт пен Маңғыстау аралығы болса, жайлаулары оңтүстік Жайық пен солтүстік Қазақстан аймақтарын қамтыды. Сарматтардың ажырамас досы, көлігі, тамағы осы ат болғандықтан тебінді жайылымға үйренген қазанаттар өте көп өсірілді. Тебінді жайылым дегеніміз әсіресе қыстық уақытта өз беттерінше қарды аршып жеуге дағдыланған жылқылардың тобын айтылады. Енді олардың батыс сарматтар көбінесе отырықшы болды, олар да тұрақты қоныстар болған. Қосымша кәсіп ретінде олар аңшылықпен айналысты, өйткені сол арқылы жауынгерлік өнерлерін жетілдіріп отырды. Сарматтардың жауынгер өте мықты мемлекет құра алуының бірден бір себебі осы бала кезден жауынгерлік өнерге дайындалғаны себепкер болуы әбден мүмкін. Сармат мәдениеттерінде де өте үлкен ерекшеліктер бар. Негізгі мәдени кезеңдері көне сармат кезеңі, ортаңғы сармат кезеңі және кейінгі сармат кезеңі деп бөлінеді. Ал өнерге келсек, сарматтарда көбінесе аң стилі мен полихромдық стиль қатар көрініс тапқан болатын. Сармат ескерткіштерінің ішіндегі ең бірінші табылған Ақтөбе облысында орналасқан Бесоба қорымы. Бесоба қорымының өте үлкен ерекшелігі сол, ол жерде абыз әйел жерленген. Ішкі құрылысы бөрене ағашынан салынған, төбесіне тал, шөп төселіп, топырақпен жабылған. Екі әйел адам шалқасынан бастары оңтүстік батысқа қаратып жерленген және қастарына қолайна, алтын сырғалар, моншақтар және тістері ақсиған қасқыр бейнесі бар аяқты шырағдан бірге жерленген екен. Бұл үлкен археологиялық олжаны біздің тарихымызға қосқан Әлкей Марғұлан еді. Сонымен қатар табылған Сынтас қорымы да Батыс Қазақстан өлкесінің ерекше қорымы болып табылады, өйткені оның ішінде 3 сармат жауынгері қатары жерленген. Тіпті обалар бөренерлермен шатырланып салынғанда, 2 әскер басы осы жауынгерлердің ортасында биіктеу орынға қойылған. Яғни бұл 3 сүйекті зерттей келе әскер басы және оның 2 жауынгері болуы әбден мүмкін деп аталады. Сынтас қорымындағы жебенің қола ұштары, темір қанжарлар, темір ауыздықтар бірге жерленген. Сол арқылы сарматтардың өмірінде темір өндіру ісінің жоғары дәрежеде болғандығын көруге болады. Сынтас қорымында тағы да оба үйіндісінің ортасындағы негізгі қабірден табылған жауынгердің қорамсағынан 184 қола жебе табылған. Келесі ескерткіші Аралтөбе қорымы. Аралтөбені Атырау облысы Жылыой ауданынан табылған. Ол жерді 1999 жылы зерттеп ашқан екен. Екінші алтын адам табылып, 3 оба қазылған. 2 жылқы мен қыран құс сүйектері шықты және ол жерден көсемнің қару-жарағы мен аса таяғы табылды. Әйелі қатар жерленді. Мәйітті қабірге басын оңтүстікке қаратып шалқасынан жатқызған екен. Ал келесі қорым ол Лебедевка қорымы. Бұл жерде Батыс Қазақстанның Шыңғырлау ауданынан табылған екен. Ал алдарыңызда тұрған Тақсай обасы, ол Теректі ауданы Тақсай өңірінен ашылды. Ол жерде сармат дәуіріне жататын алтын ханшайым табылып, қазіргі күнде Батыс Қазақстан өңірінің зиярат жасайтын үлкен аймағына айналды. Қазіргі күнде осы Тақсай ханшайымына арнап, арнайы мавзолейлер
салып қойды. Оны тапқан атақты археолог Яна Лұқпанова. Енді тағы үлкен ескерткіші ол Бәйте терең ескерткіштері. Бәйте терең ескерткіштері үстірт жерінде орналасқан. Ол жерде жерлеу орны, ас беру, мінәжат жасау үшін салынған ғибадатханалар мен от жағылатын орындар табылған екен. 30-40-қа жуық діңгек тас меңгірлер орнатылған. Бұл тас меңгірлер қорғанды зиянды күштерден, артық рухтардан сақтау мәселесінде қойылуы әбден мүмкін. Меңгір тастардың орнатылуы көбінесе қорған іспеттес қызмет атқарады, қоршау мақсатында іске асырылады. Сонымен бірге үлкен жерлеу орындарындағы атақты адамдардың бар екендігін көрсетеді. Енді осы ғибадатханаларда құрбандық шалатын тас үстелдерге дейін дайын болған екен. Бұл жерден от жағылған орындардың белгісі жиі ұшасады. Осыған қарағанда отқа табыну рәсімі болған деп есептейді. Енді үстірт маңынан табылғандықтан бұл жердегі мекен еткен тайпалар дай массагеттерге тиісті болуы әбден мүмкін. Сармат ескерткіштері туралы сіздерге ұсынылған мәліметтер қызықты болған болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.